Азан айтылып қамат түсіріліп болғаннан кейін оқымақ намазымызға ниет етіп тік тұрған қалпымызда тәкбір аламыз. Тәкбір алғанда ер адамдар бас бармақтарын құлақ сырғалығына дейін көтеріп Аллаху акбар деп айтады. Тәкбір алысымен оң қолымыздың бас бармағы және шынашағы арқылы қолымызды қапсыра ұстап қол байлаймыз. Қиям деп аталатын намаздың бұл бөлігінде қолды кіндіктен төмен байлау сүннет. Сондай-ақ Ханафи мазхабы бойынша намазда тұрған кісі аяқтарының арасын тым жақындатпайды, ең кемі 4 елі қашықтықта ұстайды. Ифтитах тәкбірін айтып қол байланысымен сүннет бойынша сана дұғасы оқылады. Субханакаллахумма ва бихамдик ва табаракасмук ва та'аля джаддук ва ла илаха гайрук. Сана дұғасынан кейін намаздың тек алғашқы рикағатында ғана аузу биллахи минаш шайтанир ражим бисмиллахир-рахманир-рахим дейміз. Одан кейін Фатиха сүресін және Құраннан бір сүре немесе қысқаша 3 аят оқимыз. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир-рахим малики яумиддин إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Қиямда тұрып қирағат етіп болған адам иіліп рукуға барады. Аллаху акбар деп рукуға барғанымызда қолымыздың саусақтарын ашып, тіземізді қапсыра ұстаған қалпымызда арқамызды тіктеп, басымызды тұқыртпай арқамен бір деңгейде болғаны абзал. Рукуғда ең кемі 3 рет Субхана раббиял азим деген дұғаны айту сүннет. Рукуғдан бас көтеріп жатып, Сами Аллаху лиман хамида сөзін айтып бой тіктейміз. Одан соң тік тұрған қалпымызда Раббана лакал хамд деп Аллаға мадақ айтамыз. Одан кейін намаз парызы бойынша Аллаху акбар дей отырып сәждеге барамыз. Сәждеде адам маңдайын және мұрнын екі қолдың арасына жерге тигізеді. Қол құлақ тұсында болады. Сондай-ақ сәждеде білекті жоғары ұстау керек. Сәждеде ең кемі 3 мәрте Субхана раббиял а'ла деп таспих айтылады. Бұл сүннет. Бұдан кейін Аллаху акбар деп тізерлеп отырамыз. Субханаллах дейтіндей сәл кідіріс жасап, екінші мәрте сәждеге барамыз. 3 мәрте таспих айтып болған соң тіктеліп қиямға тұрамыз. Осылайша намазымыздың бірінші рикағаты тамамдалады. Намаздың екінші рикағатында бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастап, ретімен Фатиха және қосымша бір сүре оқимыз. Ескерте кетер бір жайт, 3 немесе 4 рикағатты парыз намаздардың алғашқы 2 рикағатында ғана Фатиха мен қосымша бір сүре оқылады. Қалған рикағаттарында Фатиха сүресі ғана оқылады. Жоғарыда көрсеткеніміздей, рукуғ және сәжде қимылдары еш өзгеріссіз сол қалып қайталанады. Сәжде қылып болысымен намаздың соңғы, яғни ат-тахият отырысына отырамыз. Ханафи мазхабы бойынша сол аяқты жамбастың астына салып, оң аяқтың башпайларын құблаға қаратамыз. Ат-тахият отырысында ташаххуд дұғасын оқу уәжип. Ат-тахияту лиллахи вассалавату ват-таййибат. Ассаламу алейка أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Сондай-ақ бұл отырыс 3 немесе 4 рекатты намаздардың екінші рекатынан кейін де орындалады. Ташаххуд дұғасы сүннет бойынша іштей оқылады. Бұл дұғадан соң пайғамбарымызға салауат айтып, Раббана атина дұғасын оқимыз. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Осыдан соң әуелі оң жағымызға, содан соң сол жағымызға «Ассаламу алейкум ва рахматулла» деп сәлем беріп, намазды аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, бұл бейнебаян намазды жаңадан үйренгендер үшін түсірілгендіктен Құран аяттары мен дұғаларды транскрипциямен беріп отырмыз. Алайда түп нұсқадан үйренудің абзалдығын ұмытпаңыздар. Намаздарыңыз қабыл болсын.